Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүтін телевизор тауып алдым, тек тоғын ғана біреу кесіп алып кеткен. Ішіне мысы бәрі бар. Осын қазір ақтарып көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бағана үлкен телевизор тапқам. Жолдың ортасында тұрған соң түсіре алмадым. Короче, тез кету керек болды ғой. Ұялдым. Одан кейін келдім. Қолым бәрі кір болып, быт-шыт болып, телефон ұстай алмай. Ауыр болды бәрі. Жақсы табылған зат, мыс болды. Плата. Мына жақта мыстар бар. Короче, осы телеком алып келдім ғой. Мына, короче, мысы бар. Мынау проводы бар емес, бұл тоже мыстан екен. Басында алюминий деп ойлағам. Бастамасы жаман емес. Артына сабақ бөлім ғой. Қазір сол заттарды жинауға іздеуге тағы шығам. Қазір келген соң осыны тазалайық. Барып келген соң. Ауа райы жақсы болып тұр. Сол велосипед үрлетін. Кеше великпен темір іздегенде қатып қалдым ғой. Сәл жел соғып тұр енді. Байсеркеден солға ұрдым. Қос өзен жаққа қаратай. Қазір не бар кездесек көрейік. Темір. Кайка. Көпір мен трассаның бойынан алюминий, басқа да темірлер табылды. Дәл қазір қасында бір темір жатыр. Салмақты екен, алдық. Фикпен жүргенде табылған заттарымыз. Сол баяқ темір 30 теңге. Азған теміз. Алюминий. Сосын, короче, 10 килограмма жеткізем деп жүрген банкалардың кішкене бір 300 граммда жетпей тұр. Соған жаңа үйге жақындағанда тере салдым. Терінгемей әйтір тердік. Қазір мыс тазарта сайын. Сосын банканың кейсін өшейік. Алюминийді кабелкаға қосайық, темірді де. Шыққан мыс азғандайық. Алюминий. Сосын мұжылған банка. 355 грамм болды. Кувалдамен ұрдық қой, мұждық қой. Темірдікін өлшемей қойық.
Бағана табылған телевизордың заттары. Плата мен мыстар. Мыс, короче, мына жақта бір жасыл бірдеңе көріп тұрмын. Алюминий болу керек, мынау қырғанда. Бір шама мыс көріп тұрмын, катушка барды. Өзім плата жинап жүрген ғой, мыс екеуін. Соң қазір қатарына қосамыз. Четтерін алып, мысын өлшейік. Сосын видеом бітеді ғой. Штатив болса жақсылап түсірер едім. Мынаны осылай кесілген, ортасынан тіліп өттім. Мынау мыс қой. Осы ойнан тұрады. Ортасынан ұрамыз да балғамен. Бұлайнан жүргізіп тіліп өтеміз. Мыс боп шығады ғой, бәрі таза мыс. Бұдан 150 граммдай ма шама келісі шығады мыстың. Газ көреміз бәрін. Красное золото. Блеск деген модель ғой. Түрі. Жылтыр мыстың. Та-да! Мен шамалап айтқанымдай 200 грамм болды мынау. Өлшедім. Әдемі болып тұр. Толығындағы мыс. Керемет. Қалған мысты енді тазалайық. Үш платаны алдық, бүкіл ішіндегі мыстарын. Енді жинап жүрген пакетке салайық. Короче, толып тұр ғой. Бір шама салмақ бар. Мыстары ғана қалды. Есінен свалка болып отыр ғой, короче. Тазарту керек. Мынау енді сұрмысты өзіп тазалағым келмейді. Міне бүкіл мыс. Бүкіл мыс шыққаны. Весімен өлшедім, сол кезде 525 граммды көрсетті. Жаман емес. Мыс